Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз литосфераның құрылысы және заттық құрамы. Сабағымыздың мақсаты литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтау. Оқушылар, біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін физикалық география қандай ғылым, жер қандай қабаттардан тұрады, литосфера жердің қандай қабығы, жердің ішкі құрылысы қандай, материктік және мұхиттық жер қыртысының айырмашылығы неде, жер қыртысының химиялық құрамы қандай деген сұрақтарға бірге жауап іздеп көрейік. Оқушылар, сендер күн жүйесіне кіретін планеталардың ішінде тек жерде ғана тіршіліктің бар екенін білесіңдер. Жер – ол адамзаттың тіршілік ететін бесігі. Осы уақытқа дейін өзіміз өмір сүріп, күнделікті басып жүрген жер туралы ойланып көрдіңдер ме? Сендерді жер астында не бар, оның ішкі құрылысы қандай деген сұрақтар қызықтырды ма? Олай болса, сендер 5-6 сыныптан жаратылыстану пәнінен білетін мәліметтерді еске түсіре отырып, жер қандай қабықтардан құралған деген сұраққа жауап беріп көріңіздер. Дұрыс айтасыздар. Жер ауа қабығы атмосферадан, тіршілік қабығы биосферадан, жердің тас қабығы литосферадан және су қабығы гидросферадан құрылған. Адам жердің сыртқы қабықтары атмосфера, гидросфера және биосфераны тікелей зерттей алады. Ал жер қабатының өзін мардымсыз аз тереңдікке дейін ғана тікелей бақылай алады. Ең терең деген ұңғының өзі әзірге 15 километр тереңдікке дейін ғана жеткен. Бұдан әрі қарай жердің терең қабаттары қандай жыныстардан тұрады, олар қандай күйде деген сұрақтарға тек қосалқы белгілер бойынша болжамды түрде ғана жауап беруге болады. Литосфера жер қыртысы және мантияның жоғарғы кристалды тау жыныстарынан тұратын қатты қабат. Атауының шығу тегіне байланысты литосфера литос тас, тасты қабат деп аталған. Литосфера жердің үстіңгі қатты тасты қабаты. Жердің ішкі құрылысына назар аударайық. Жердің ішкі құрылысы ішкі ядро, сыртқы ядро, мантия жер қыртысынан тұрады. Жердің ішкі құрылысы: бірінші жер қыртысы, екінші мантия, үшінші ядро. Бірінші жер қыртысын қарастырайық. Жер қыртысы литосфераның беткі бөлігін құрайтын, төменгі жапсарлы Махарович деңгейімен шектелген жердің ең үстіңгі қабығы. Жер қыртысы қалыңдығына, құрылысына қарай материктік және мұхиттық болып негізгі екі типке бөлінеді. Бірінші материктік жер қыртысы. Материктік жер қыртысының қалыңдығы тектоникалық жағдайына байланысты платформаларда 25-45 километрден, тау түзілу аймақтарында 45-75 километрге дейін болады. Екінші мұхиттық жер қыртысы. Мұхиттық жер қыртысының қалыңдығы 5 километрден 10-12 километрге дейін өзгереді. Оқушылар, суретте тау жыныстары мен минералдар көрсетілген. Жер қыртысын толтырып жатқан табиғи денелерді тау жыныстары құрайды. Тау жынысын құрайтын заттар минералдар деп аталады. Тау жыныстары мен минералдардың алуан түрлігі олардың түзілу жағдайларына байланысты. Жер қабатын құрайтын барлық тау жыныстары тегіне қарай үлкен 3 топқа бөлінеді. Бірінші жоғарғысы шөгінді қабат.
Шөгінді қабат негізінен әктас, қиыршық тас, құм, саздан тұрады. Екінші ортаңғысы гранитті қабат. Гранитті қабат граниттен түзілген. Гранит дән деген мағынаны білдіреді. Үшінші төменгісі базальтты қабат. Базальтты қабат базальтты жыныстан түзілген. Базальт темірі бар тас деген мағынаны білдіреді. Қабаттардың бұлай орналасуы кездейсоқтық емес, белгілі бір заңдылыққа бағынады. Яғни, заттардың тығыздығына байланысты рет-ретімен орналасады. Жер қыртысы құрылысының сызбасына назар аударыңыздар. Жер сілкінісі кезінде тербеліс жылдамдығының күші, тығыздығы әртүрлі жыныстарда бірдей болмайды. Гранитті қабат көбінесе тығыздығы аз, дала шпаты, слюда сияқты заттардан түзілген. Ал базальтты қабат магнетит, лабрадор, оливин және басқа тығыз заттардан тұрады. Сондықтан да базальтты қабат гранитті қабаттың астында орналасқан. Жер қыртысы қалай қалыптасады деген сұрақ туындайды. Жер қыртысы алғашқы мантияның құрамындағы заттардан балқып пайда болған. Осы кезде гранитті және базальтты қабаттар бөлініп шыққан. Уақыт өте жер қыртысы физикалық, химиялық үдерістер, ауа, су және тірі организмдердің іс-әрекетінен біршама өзгерістерге ұшырады. Шөгінді қабат кейінірек пайда болды. Құрлық бетінде, мұхит және теңіз табандарындағы шөгінді жыныстар, жыныстардың үгіліп, бір жерге жинақталуынан түзілген. Материк және мұхит астындағы жер қыртысының сызбасына назар аударыңыздар. Мұхит астындағы жер қыртысы көбінесе екі қабаттан тұрады. Шөгінді жыныстар базальтты жыныстардың үстінде орналасады. Гранитті қабат кездеспейді, немесе өте жұқа түрде әр жерде ғана болуы мүмкін. Мұхиттағы қыртыстың қалыңдығы 5-10 км. Материктік қыртыс қалың және 3 қабаттан тұрады. Құрлық астындағы жер қыртысының жазықты жердегі қалыңдығы 30-40 км, ал таулы аудандардың қалыңдығы 70-80 км құрайды. Жер ядросы мен оның қабықтарының химиялық құрамы туралы пікірлер қалыптаса бастағаннан-ақ ғалымдар зерттеулер жүргізе бастады. Жердің 16 км тереңдікке дейінгі деңгейде зерттеулер жүргізіле келе, элементтердің орташа таралу көрсеткіштері ұсынылды. Жер қыртысының химиялық құрамына назар аударайық. Оттек 46,6%, кремний 27,7%, алюминий 8,1%, темір 5%, кальций 3,6%, натрий 2,8%, калий 2,6%, магний 2,1%, басқалары 1,4%-ді құрайды. Ғалымдар жер қыртысының химиялық құрамын зерттегенде негізгі жыныстардың құрамында кремний мен алюминий қосындылары басым екендігін анықтаған. Келесі бізде мантия. Мантия жердің ең тығыз ішкі қабаты. Мантия грек тілінен аударғанда шапан, жамылғы деген мағынаны білдіреді. Мантия жер көлемінің 83%-ын, массасының 3/2 бөлігін алып жатыр. Жоғарғы мантияның қалыңдығы 800-900 км. Мантия 2900 км тереңдікке дейін орналасып, ядромен шектеседі деп есептелінеді. Мантия құрамындағы заттар неғұрлым терең орналасқан сайын, олардың температурасы жоғарылай береді. Шамамен 100 км тереңдікте температура плюс 50 градус, ал 500 км-ден аса тереңдікте плюс 2000 градус.
ядромен шектесетін аймағында плюс 4000 градусты құрайды. Жоғары температураға қарамастан, мантия құрамындағы заттар қатты күйде болады. Мантия жоғарғы және төменгі деп екіге бөлінеді. Жоғарғы және төменгі мантиялардың шекарасы жер қыртысынан есептегенде 900 мың километр тереңдікте орналасқан. Жер қыртысының қалыптасуына және дамуына мантияның жоғарғы қабатындағы үрдістердің әсері басым. Қысымның кішкене төмендеуі жұмсақтау болып тұрған мантияны балқытып, жер бетіне қарай ығыстырады. Жер қыртысының бір бөлігі тұрақты, қозғалыссыз болса, келесі бір бөлігі қозғалысқа ұшырап, жер сілкінісіне немесе жанартаулардың атқылауына алып келеді. Жер ядросы. Жер планетасының дәл ортасы 2900 километрден 6371 километр тереңдікке дейін жетеді. Ядроның температурасы 4000 градус, радиусы 3500 километр. Ішкі ядроның радиусы 1289 километр. Жердің ядросы туралы ғалымдардың нақты пікірі жоқ. Жер қойнауының тылсым сырлары әлі күнге дейін құпия күйінде қалуда. Ғалымдардың пайымдауынша, ядроның құрамындағы заттар жердің басқа қабаттарындағыдай біркелкі емес. Бүгінгі өткен тақырыпты бекіту мақсатында бірнеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: жер қыртысының құрылымы сызба нұсқасындағы бос жерлерді толтырыңыздар. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. Литосфераның құрылымы материктік және мұхиттық. Материктік жер қыртысы шөгінді, гранитті, базальтті қабаттан тұрады. Мұхиттық жер қыртысы шөгінді, базальтті қабаттан тұрады. Мұхиттық жер қыртысында гранит қабаты болмайды. Екінші тапсырма: жер қабатын құрайтын тау жыныстарын жіктеңіздер. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. Бірінші шөгінді жоғарғы қабат, ақтас, қиыршықтас, құм, саздан тұрады. Екінші гранитті, ортаңғы қабат, граниттен түзілген, дән деген мағынаны білдіреді. Үшінші базальтты, төменгі қабат, базальтты жыныстан түзілген, темірі бар тас деген мағынаны білдіреді. Үшінші тапсырма: жердің ішкі құрылысын атаңыздар. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. Бірінші жер қыртысы. Екінші мантия. Үшінші сыртқы ядро. Төртінші ішкі ядро. Төртінші тапсырма: материктік және мұхиттық жер қыртысын салыстырыңыздар. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. Материктік жер қыртысы. Материктік қыртыс қалың және үш қабаттан тұрады. Құрлық астындағы жер қыртысының жазықты жердегі қалыңдығы 30-40 километр, ал таулы аудандарда қалыңдық 70-80 километрді құрайды. Мұхиттық жер қыртысы. Мұхит астындағы жер қыртысы екі қабаттан тұрады. Шөгінді жыныстар базальтті жыныстардың үстінде орналасады. Гранитті қабат кездеспейді. Үйге тапсырма. Бірінші оқулықтағы 34-38 бет аралығын оқыңыздар. Екінші жер қыртысының заттық құрамының сызбасын құрастырыңыздар.
Оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.